Құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта сіздер қатысқан тендердің, яғни заявка берген тендердің нәтижесін анықтау, жеңімпазды анықтауды көрсететін боламыз. Міне өздеріңіздің кабинетке кіріп тұрған кезде мен жоғары жақта осындай колокольчиктің, қоңыраудың суреті болады. Қызыл түспен тұрады, яғни сізге сообщение келіп тұр деген белгі. Ішіне все уведомлениеге өтсеңіздер, осылаймен көк түспен сізге келіп тұрған бұлар сообщениялар. Енді сіздерге нәтиже анық болған кезде міне опубликован по объявлению деп объявление номер шығып тұрады. Яғни осы объявление нәтижесі шықты деген сөз. Ішіне өтесіздер, ссылкаға басасыздар. Мінекей сіз заявка берген тендердің объявлениесі, атауы бәрі тұр. Мына жерде информация о победителях деген сөз бар. Осыған бассаңыз, мінекей победитель деген тұр. Астында жеңімпаздардың атауы шығып тұр. Яғни міне пакетті ұтқан организацияның, полотенцені ұтқан организацияның, губканы ұтқан организациялардың міне атаулары шығып тұр. Мына жерде екінші орын алған организациялардың атаулары тұрады осылайынан. Мінекей екінші орын алған организациялардың атаулары. Мінекей. Енді бұлардың қандай баға берген бұл жерден көре алмайсыздар. Нақты қандай баға берген көргіңіз келсе, сіз нешінші орында тұрған көргіңіз келсе, протоколға өтесіз. Посмотреть протокол деп басасыз. Мына жерге міне документ көшіріледі. Ішіне кіресіз. Кіргеннен кейін міне қазақша қорытынды туралы хаттама, жоғарыда көріп тұрғандарыңыздай, және орысшасы болады астында. Енді міне бірінші тауарға, яғни пакетті кім жеңімпаз болғаны туралы мінекей ИП 727 деген ИП ұтқан екен. Мұнда мына организацияның бейіні 26 теңгеден, яғни бірлік үшін бағасы дейді, цена за единицу деген бұл 26 теңге. А мұның жалпы суммасы, ұтып алған суммасы жазылып тұр. Көрдіңіздер, екінші орын алған. Кейбір организациялар демпингке кетіп қалған организациялар астында тұрады. Сол секілді келесі товарды кім көре аласыз? Сүлгі дейді, орамал яғни. ИП оңтүстік құрылыс дейді, сол ұтып кеткен. Сөйтіп, мына жерде өзіңіздің нешінші орында тұрғаныңызды көріп, сол нәтижені шығара аласыз. Бұның бәрі, яғни өздеріңіздің конкуренттеріңізді анықтау үшін, олар қандай бағамен беріп жатқанын анықтау үшін бұл керек болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.